Армысыздар менің құрметті тыңдармандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен Алладан басқа тәңір жоқ екенін тағы бір естеріңізге салайын. Ля илляха илlalлах деген адам бәле мен қиындықтардан құтылады. Айдана мен Ерболат ақ некелерін қиғызып, бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп келе жатқандарына міне 6 жылдың жүзі толыпты. 6 жылда 2 атқа мінер қазақтың қара домалақ ұлдары мен бір қазағымның қаракөз қызын тәрбиелеп отырған айрандай ұйып, басқаларға үлгі бола білген жас отбасылардың біріне айналды. Ерболат заманға сай, бой десе бойы, түр десе түрі бар, шетелде білім алып, тәжірибеден сүрінбей өтіп, елдің қамы үшін тер төгіп жүрген жас ер азамат. Жалақысы да жоғары. Әйелі мен балаларының бар жағдайын жасағаны былай тұрсын, шалқайдағы ауылда қалған әке-шешесі мен туыстарына да үнемі сый-сияпатын жіберіп, бәрінің көңілін тауып отырған нағыз ер азамат. Құдай қосқан қосағы Айдананың да асыл ер азаматтан еш кемшілігі жоқ. Ауылдан шыққан қарапайым, биязы, ұзын сөздің қысқасы, ақылына көркі сай қыз. Екеуінің сезімдерінің мықтылығы сонша, осы күнге дейін бұл шаңырақта ұрыс-керіс бірде-бір рет болған емес. Ерболат үнемі қамқор, бар жағдайын жасап, таңертең күлімдеп шығарып салып, кешкісін шырайлы жүзбен күтіп алатын әйелін жоғары бағалап, үнемі қаражат жағынан қамтамасыз етіп отырады. Бұл үйде балаға: «Ей бала, неге ананы, мынаны шаштың? Тез жина, тамағыңды төкпей же, атаңа нәлет, бала емес бәлесің», немесе тағы да осы тектес сөздер мүлдем қолданылмайды. Ұлдары Ерқанат пен Жанболат, қызы Жадыраның ақылы тап бір үлкен адамдыкіндей. Айданада ешбір арман жоқ дерсіз шіркін. Әр сенбі жексенбі күндері ауылдан қалаға оқуға түскен туған сіңілісі Алияны жатақханадан алдырып, бала-шаға үй шаруасын аманаттап, өзі дүкен мен сұлулық салондарын аралап қайтады. Астында қымбат темір тұлпар, қолда ақша, үстінде дизайнерлік киімдер. Бұл көріністі көрген дүкен және салонның қыздары біраз қызып қарап қалушы еді. Қалағанынша қыдырады, уақытқа шектеу қойған ешкім жоқ. «Қайда болдың, қайда бардың, кіммен жүрсің, соншама ақшаны қайда құрттың?» деп жолдасы ешбір сұрап тергеудің астына алған емес. Сіңілісі Алия оның жоқтығын білдірмей, ас тамағын дайындап, ұл қызын тойғызып, жуындырып ұйықтатып, ыдыс-аяғын жуып жайғастырып қояды. Құрбыларымен күні бойы қыдырып шашап келген бойда жуынуға әрең шамасы жетіп, төсекке талып құлап бірден ұйқыға кететін. Ертеңіне телефон арқылы қызықты өткізген күндерін талқылау Айдана мен құрбысы Ғалияның дәстүрлі әдеттері. Бұл жолы да қызу талқылауға кірісіп кетті. «Ғалия, жаным, неге даусың мұңды?» «Ой, сен сұрама, мен айтпай-ақ қояйын». «Не болды, айтсаңшы енді?» «Кеше кеш қайтқанымыз үшін Серік екеуміз ренжісіп қалдық». «Соған бола ма?» «Қайтесің, қойшы, өзі ертең кешірім сұрап алдыма келеді». «Ал саған Ерболат үндемеді ме?» «Жоқ, оның менде шаруасы жоқ». «Мен бар ғой еркектердің ұрысқанын түсінем, қызғанғаннан ұрсатыны белгілі. Ал мүлдем әйелінде шаруасы жоқ еркектерді түсіне алмаймын. Осы сені неге қызғанбайды, әлде сезімдеріңе сызат түсті ме?» «Жоға, біз мүлдем ренжіткен емеспіз». «Міне көрдің бе? Ол сенен қайда, кіммен болдың, не істедің, қайда бардың деп сұраған ба?» «Жоқ». «Демек сен оны қызықтырмайсың деген сөз. Егер оның саған деген титтей де сезімі болса, тым құрығанда бір сұрақ қояр еді». «Қойшы, олай емес, біз бір-бірімізге сенеміз, сенгендіктен сұрамаймыз. Мен де оны сүйем, өзімнен артық оған сенемін, сол үшін де оны сұрап тергемеймін». «Құрбым, ақмақ болма, бұл еркектердің қулығы. Мүмкін оның басқа біреуі бар шығар, өткенде ана Салимада осылайша өзінше болып жүріп, ақыр соңы ажырасып, байы жап-жас қызға үйленіп алған жоқ па?» «Сол бір балгерге бардым деп еді ғой, соның айтқандары дәл келген ғой, қажет болып қалар деп телефон номерін сұрап алып едім, қазір саған жіберемін». «Жаным-ау, мен ондайға сенбеймін, ол үлкен күнә». «Қазір күнә емес нәрсенің өзі қалды ма? Анау күнә, мынау күнә деп отыра берсең, өмір сүруден қаласың, одан да бір барып көрейік». «Жоқ, қажет емес, Ерболаттың жұмыстан келер уақыты болып қалды, тамағын дайындауым керек, сау бол».
Айдана құрбысының сөзін соңына дейін тыңдамай тұтқаны қоя салды. Дегенмен оның сөздері оны бейжай қалдыра қоймады. Бүгін ерекше құлшыныспен романтикалық кешкі үстел жайып, ерекше тағамдар пісірді. Төсектерін де романтикалық стилде безендіріп, хош иісті балауыз шамдар жағып, отағасын асыға күтті. Жас, махаббатқа бөленген сұлу әйелдің нұрлы жүзі уақыт өте бере ұясына батқан күнмен жарыса сөне берді. Оның бірден бір себебі ерекше дайындықпен күткен отағасының жұмыстан кешігуі болатын. Бұл бірінші рет емес, әрине. Бұл жағдаймен бұрын талай бетпе-бет келсе де, жолдасынан күмәнданған, оған ренжіген емес. Алайда құрбысының сөздерінен көңіліне күдік ұялап, санасын неше түрлі сұрақ мазалап, жаны жай таба алмады. Құрбысы кеңес еткен балгерге хабарласып, келесі күнге қабылдауына жазылып қойды. Түн ортасы жұмыстан келген отағасы төсекте жатқан әйелінің жылы жүзінен ыстық лебізбен сүйіп, маңдайынан иіскеп, оның ояу жатқанын байқады. «Жаным, сен әлі ұйықтамағансың ба?» «Жоқ, сені күтіп едім». «Жайшылық па? Мен саған кеш келетінді ескертіп хабарлама жіберген едім, әлде оқымадың ба?» Хабарлама? Айдана дереу телефонын ақтарып, хабарламаның шын мәнінде келгенін, оны байқамағанын біліп, өкпе назын айтпақ болып ағынан жарылғалы отырған болатын. Дереу райынан қайтып, бұл жолы тағы үндемей қоя салды. Ертеңіне әлгі балгерге барар-бармасын білмей ұзақ ойланды. Ақыры жазылып қойған соң баруға бел буып, балаларын сырттан құлыптап, не айтар екен деген оймен жолға шықты. Көздеген мекен жайына жетіп, ешбір тірі жан жоқ ескі ғимаратқа қорқа-қорқа кірді. Қараңғы бір бөлмеден: «Қорықпа ботам, бермен қарай келе бер, сен дәл іздеген адамыңа келдің, ойланба, кәне кел» деген дауыс оның тұла бойын шымырлатып, үрейін арттыра түсті. Ақырын жүріп, басын орамалмен бүркеген кәрілеу апаның жанына жайғасты. «Амансыз ба?» «Аманбыз қарағым, аманбыз. Ал кәне, келген жайыңды айт». «Білесіз бе, мені күйеуім...» «Болды, түш, үндеме, маған бәрі көрініп тұр, айтпасаң да бәрі айдан анық, кәне қолыңды соз». «Ай, сен үлдемен бүлдеге орап, алтынмен аптап, күміспен күптеп, өзі өзгемен тайраңдап жүргенін қарашы мына оңбағанның». Айдана дереу қолын жұлып тартып қалды. «Әй, бұлдансаң неменеге келдің? Кет кәне, қарашы мынаны». «Кешіріңізші, өтінемін. Жалғастыра беріңіз. Сонда менің күйеуімнің басқа біреуі бар ма?» «Әрине, маған айдай анық көрініп тұр». «Өтінемін, толық айтып бересіз бе? Ол қандай әйел?» «Айтуын айтамын ғой, бірақ...» «Алаңдамаңыз, ақыңызды аласыз. Не сұрасаңыз да беремін. Тек отбасымды сақтап қалғым келеді». «Мейлі, екі сөйлейтіндерді жек көремін. Кейін сұрағанымда ренжіп жүрме». «Жоқ, беремін». Үстелдің үстіне бір алтынның ақшасын тастады. Балгердің көзі бал-бұл жайнап, тілі сайрай жөнелді. «Мынағыз саған осал жау емес, ол бөтен адам емес. Айналаңда жүрген саған таныс жанның бірі. Жап-жас, сұлу, бойы ұзын, шашы қоңырлау, қыпша белді қыз көрінеді. Байыңның басын айналдырып алғаны белгілі. Оның қапасынан күйеуіңді алып шығу өте қиын. Ол сенің орныңды көздеп жүр. Абайла қалқам. Маған көмектесе аласыз ба? Өтінем, құлыңыз болайын. Ол қыздарым үшін күйеуімді одан құтқарайықшы». «Ол оңай болмайды. Қолыңыздан бар келгеніңізді жасаңызшы, қалағаныңызды беремін». «Жаным, болды, жылама. Оны құтқарамыз. Отбасыңа ештеңе де болмайды». Балгер үстел астынан кішкентай ғана 3 тұмар шығарды, және кір қорапқа салынған кір жуатын ұнтаққа бірдеңелерді күбірлеп дем салып берді. «Міне, мыналарды ал. Алдымен күйеуінің киімдерін мына ұнтақпен жу. Сосын мына тұмарларды киімдерінің арасына тығып қой. Бұл қасиетті тұмарлар. Ішінде қасиетті сөздер бар». «Көп рахмет сізге. Алла разы болсын». «Әй, тоқта. Бұларды жай ғана алып кете алмайсың. Алдымен ақысын төле». Айдана сөмкесінен ақша алғалы тұрған. «Жоқ, маған сенің ақшаң қажет емес. Ендеше қалай төлеймін?» «Қолыңдағы сақинаңды шеш». «Жоқ,
Бұл сақинаны күйеуім сыйлаған, оны бере алмаймын. Егер мына заттарымды алмасаң, сол күйеуіңнен біржола айырыласың. Олай демеңізші, мейлі дегеніңіз болсын, алыңыз. Әй бәрекелді, күйеуің саған әлі мұндайдың мыңын сыйлайды. Ал, кәне бар іске кіріс. Айдананың ойы сан жаққа жүгірді. Балгер сипаттағандай, таныстарының арасынан бойы ұзын, шашы қоңыр, бірде-бір әйелді елестете алмады. Санасында жауабы жоқ сан сұрақ. Құрбысы Салимаға бұл жайлы айтпақ болған. Алайда құрбысының аузында сөз тұрмасын жақсы білетін Айдана бұл жолы үнсіз қалды. Үйге жетсе, балалардың қарны аш, көздері жасқа толып, аналарының жолына қарап отыр екен. Кіре бере дереу тамақтарын дайындап, алдарына қойды да, тағы сол ойлануға өз бөлмесіне кіріп кетті. Ас бөлмесінен тарс еткен дыбысты естіп алып, ұшып бөлмесінен жүгіріп шығып еді, ойын баласы 2 жасар кенже қызы Жадыраның басына тамақ толы кесе түсіп кетіпті. Сасқалақтап не істерін білмей абдырап қалды. Көтеріп алып жуынатын бөлмеге кіріп, басын жуа бастап еді, су қып-қызыл қанға боялды. Кесенің сынығы мойын етін тіліп кетіпті. Онсыз да ойы сан жаққа шашыраған Айдана дереу күйеуіне хабарласты. Ерболат келемін дегенше қан тоқтай қоймады. Жаны ауырған қыз байғұстың шырылдаған даусы есіктен кірген әкесінің құлағын жарып жіберердей еді. 2 баланы да қоса алып, дереу ауруханаға жетті. Дәрігерлер жараны таңып, аса қауіпті болмаған соң үйге қайтуға рұқсат берді. Ерболаттың мұндай ашулы жүзін 6 жылда бір рет болсын көрмеген Айдана қорқып зәресі зәр түбіне кетіп, түрі бозарып кетті. Балаларды ұйықтатып болған соң Ерболат әйелінен мән-жайды сұрай бастады. Жаным, бұл қалай болды? Кесе оның басына қайдан құлап жүр? Жадыраның үстел астына кіргенін байқамаппын. Ерқанат байқамай кесесін түртіп жіберіп, кесе Жадыраның басына құлады. Жаным, неге соншама қорқып, даусың дірілдеп тұр? Қорқатын ештеңе жоқ. Қатты қорқып қалдым. Түгетпейді, бәрі өтіп кетеді. Қызы жарақаттанып жатса да, ананың ойы балада емес, балгермен құрбысының айтқан сөздерінде. Бұрындары таң атқаннан кеш батқанша 3 перзенті үшін күйіп пісетін Айдана балаларын бір шетке сырып қойып, сөредегі бүкіл киімдерді балгер ұсынған ұнтақпен жуып, Ерболат келгенше сөреге арасына тұмарларды қосып қайта жинады. Балалар тағы аш қалды. Аналарының осы отбасын сақтап қалу үшін күресіп жүргенін олар қайдан білсін. Ерболат жұмыстан келіп, балаларымен аздап ойнап, 2 кенжесі ұйықтап қалып, Ерқанат әкесінің жанында еркелеп жатты. Күні бойы кір жуудан қолы тимеген Айдана үйдің басқа шаруалармен айналысып әлек. Олым, кәне айтшы, бүгін не істедіңдер? Ештеңе. Аздап көңіл күйі түсіп кетті. Жанболат, Жадыра үшеуміз ойнап отырдық. Бүгінде кешегідей апа түскі асты кеш берді. Қарнымыз қатты ашты. Кешегідей? Я, кеше апам бізді үйге тастап, өзі бір жаққа барып келді. Сосын келген соң тамақ жедік. Бүгін шаруаларым бар, тыныш отырыңдар деп, бізді бөлмеге қамап қойды. Шықпай ойнап отырдық. Балам, кәне төсегіңе жатып ұйықта, жарайды ма? Ерболат жатын бөлменің есігін жауып шығып кетті. Айдана, саған не болды? Балаларды жалғыз аштан аш қамап кететіндей қандай маңызды шаруаң болды? Айтшы, кеше қайда бардың? Кешеден бері өзің бір түрлі үрейленіп жүрсің. Не болды саған? Ештеңе болған жоқ. Кеше қайда бардың? Онда сенің шаруаң не? Менің қайда барып, не істегенім қашаннан бері сені қызықтыратын болған? Айдана, сөзді басқа жаққа бұрма. Қайда бардың? Бір шаруаларым шығып қалды. Ол қандай шаруа? Ал сенше, үйге түн ортасында келгенде қай шаруаңды бітіріп келгеніңді маған айтып бедің? Жаным, сен не айтып кеттің? Ана балалар кешеден бері аш қалып жүрміз. Анам кеше үйге, бүгін бір бөлмеге қамап қойды деп жатыр. Балалардан артық қандай шаруа? Айтпаймын, жұмысың болмасын. Айдана, саған мінез көрсетуге мәжбүр етпе. Менімен ұрсуға сылтау іздеп тұрсың ба? Ұрысқың келіп тұрма? Ұрасың ба, не істейсің? Сен кімсің өзі?
Мен білетін, мен сүйетін Айдана мұндай емес секілді еді. Салихалы, сабырлы, түсінігі мол менің Айданам қайда? Мен сол Айданамын, ал мені осындай халге жеткізген өзіңсің. Сені байқамай ренжітіп алдым ба? Өзің маған өштесіп тұрсың ғой. Менен қандай қателік кетті? Айтшы жаным, сабырмен ақылға салып шешейік. Жоқ, ештеңе емес. Айдана! Айдана жуынатын бөлмеге кіріп, үнсіз дымын шығармай жылаумен болды. Жарын өзгемен елестетудің өзі ол үшін тым ауыр. Ерболаттан көңілі қалса да, балалары үшін отбасын сақтап қалуға ұмтылды. Ерболат есік сыртында ұзақ күтіп шықпаған соң, жатын бөлмеде әйелінің неге мұндай мінез көрсеткенін түсіне алмай, қай жерде қателік жібергенін ой елегінен өткізіп жатып ұйықтап кетті. Оның алаңсыз ұйықтап жатқанын көрген жарының ашуымен өкпесі күшейе түсері белгілі әрине. Үнемі отағасымен бірге шай ішіп, оны жұмысқа күлімдеп шығарып салатын Айдана бұл жолы таңғы асты дайындап, өзі қайтадан жатып қалды. Ерболат не болып жатқанын түсіне алмай әлек, ойлана толғана жұмысқа кетті. Түс ауа есіктің қоңырауы басылып, есікті ашқан Айдананың көздері шарасынан шыға жаздап, қаққан қазықтай бір орында қатып қалды. Қарсы алдында балгер сипаттағандай сұлу, жас, қоңыр шашты, бойы ұзын, қыпша белді бойжеткен тұрған еді. Бірақ бұл бойжеткен Айдананың туған сіңілісі Алия. Әпке, жағдайыңыз жақсы ма? Сізді шақырама деп күте-күте қоңырау шалмаған соң, өзім келе бердім. Әпке, саған не болған? Көзіңіз ісіп кетіпті, түріңіз бозарып тұр, ауырып қалдыңыз ба? Жоқ, бәрі жақсы. Бүгін салонға бармайсыз ба? Жоқ, барғым келіп тұрған жоқ. Неге, бәрі дұрыс па? Я, бәрі жақсы. Шай ішесің бе? Әпке, жездемен ренжісіп қалдыңыз ба? Жоқ, неге олай ойлайсың? Енді жылағаныңыз көрініп тұр, соған сұрағаным ғой. Жоқ, жездеңмен ренжіскен емеспіз, ренжіспейміз де. Ол тек мені ғана сүйеді, ұқтың ба? Тек мені. Жарайды жаным, жарайды. Құтырған иттей мені шайнап жұтайын деп тұрсыз ғой. Әлде мен ренжітіп алдым ба? Сұрақ қойып мазамды ала бермеші. Шашап тұрмын. Мен жата тұрайын. Шайыңды ішіп, балаларға қарап тұршы. Алаңдамай тыныға беріңіз. Айдана ұзақ ойланды. Көкейін тесіп бара жатқан сұрақтар өте көп. Расымен менің ойлағаным шын болуы мүмкін бе? Басқа күндері Ерболат үйге кеш келеді. Бірақ мен қыдырып, Алия үйде қалғанда үнемі үйге ерте оралады. Өткен жолы Ерболат жоқ кезде Алияға хабарласқанымда ол да сыртта жүрген болатын. Сонда екеуі, жоқ, олай болуы мүмкін емес. Балгер, ол әйел сенің орныңды көздеп жүр, деді емес пе? Алия да үнемі менің киім-кешек әшекейлеріме қызығып жүреді. Мүмкін байлық үшін жездесінің басын айналдырып алса ше? Алла, тура жолын көрсетші, ақылымнан адасатын шығармын. Айдана басы ауырған соң ас үйге дәрі ішу үшін барып еді. Үстел үстіндегі Алияның телефонын көріп, байқатпай өзімен бірге жатын бөлмеге алып кіріп кетті. Ішіндегі қоңырау тізімін, хабарламаларды оқи бастады. WhatsApp желісінде Алия бір құрбысына өзінің бай бақуат жігіті жайлы айтып мақтанған бірнеше хабарламаларды оқып қалды. Ол жігіт жайлы басқа да ақпарат іздеген еді, еш дерек таба алмады. Ол бай қуатты жігіт өзінің күйеуі болуы мүмкін деген ой оның күмәнін арттыра түсті. Телефонда апарып орнына қоймақ болғаны сол еді, WhatsApp желісіне жаңа хабарлама келді. Ол хабарламаны көрген Айдананың көздері оттай жанып, қолы дірілдеп, телефон қолынан түсіп кетті. Себебі хабарлама Ерболаттан келген болатын. Өзін сабырға шақырып, дірілдеген саусақтармен әрең хабарламаны ашып оқыды. Алия, қолың бос болса, алтын әшекей сататын жерге келе аласың ба? Деп жазылған хабарламаны оқығанда, Айдана күйеуінің көңілдесі өз сіңілісі екеніне толық сенімді болды. Сене алмады, сенгісі де келмеді. Неге деген сұрақтарға жауап табалар емес. Қалай ғана туған сіңілім маған бұлай опасыздық жасады? Не үшін деген санасындағы сан бір сұрақ оны ақыл есінен адастыра жаздады. Енді не істемек, қандай әрекет жасарын өзі де білер емес. Алия, сен балаларға бас көз бол. Менің сыртта шаруаларым бар. Әпке, қайда барасың?
Айдана апыл-ғұпыл асығып үйден шығып кетті. Ерболат Алияны шақырған зергерлік дүкенге барып, есік сыртынан іште тұрған жолдасын бақылап, оған қоңырау шалды. Алло, Ерболат, ау жаным, айта бер. Сен қайдасың? Жұмыста, жайшылық па, неге сұрадың? Айдана қасына барып жолдасының иығынан түрткенде Ерболат шошып түрі бозарып кетті. Айдана, сен мұнда неғып жүрсің? Ал өзің не істеп жүрсің? Әлде жұмысың зергерлік дүкенде ме? Жаным, саған өтірік айтқан себебім жетер, мені ақымақ еткендеріңді доғарыңдар. Жаным, тынышталшы, жүрші көлікке барып сөйлесейік. Қашаннан бері? Не қашаннан бері? Екеуің мені қашаннан бері ақымақ етіп келесіңдер? Тым болмаса туған сіңілімнен басқа адам тапсаң болмады ма? Доғаршы Айдана, сені мүлдем түсіне алар емеспін. Сіңіліме алтын қымбат әшекей сыйлап, өзіңе қаратып жүрсің бе? Басқа өз туғанынан мұндай опасыздық күтпеген едім. Қандай опасыздық, не айтып кеттің? Жаңа ғана Алияны осында кездесуге шақырып, хабарлама жіберген сен емес пе? Иә, шақырғаным рас. Сенің көңіл күйің болмаған соң, сені ренжітіп алдым ба деп, саған сыйлық алмақ болғанмын. Сол үшін Алиядан көмек сұрадым. Сенің талғамыңды одан басқа ешкім жақсы білмейді. Сол үшін бұл да қырық өтірігіңнің бірі. Бәрі рас екен. Сенің менде мүлдем шаруаң жоқ. Қайда бардым, не істедім, кіммен жүрдім? Сен бұл сұрақтарды маған ешқашан қойған емессің. Себебі сен мені сүймейсің, сіңіліме ғашықсың. Жаным-ау, біраздан бері бұлай күлмеген едім. Көңілімді бір көтеріп тастадың ғой. Сұрамасам сені сүймегенім деп кім айтты саған? Сені жүрегіммен сүйіп, риясыз сенгендіктен мен ешқашан сенен күдіктенген емеспін. Сен менің барымсың. Сенің жаман бір әрекетке бармасыңды мен жақсы білемін. Бар жазығым, қызған бағаным болса кешірші мені. Рас айтасың ба? Ал онда балгерлердің айтқандары қалай дәл келді? Балгер? Сен не, балгерге барып жүрсің бе? Сенің есің дұрыс па? Менің ондай адамдарға жаным қас екенін білесің ғой. Ол деген Аллаға серік қосу. Бұл ең ауыр күнә екенін білмейсің бе? Кәне айтшы, ол саған не деді? Айдана балгердің айтқанын баяндап берді. Ақмақсың ба? Қайдағы біреудің сөзіне сеніп, өз туған сіңіліңмен менен күмәндандың ба? Кешірші мені. Барлығы соған сәйкес келе берді, сенбесімен болмады. Кәне мекен жайын айт. Оны қайтесің? Айт деген соң айт. Айдана мекен жайын айтып, Ерболат бірден сол жаққа жол тартты. Айдананы есік сыртында қалдырып, өзі ішке кіріп кетті. Айдана бәрін естіп тұратында етіп, есікті аздап ашық қалдырды. Амансыз ба? Аманбыз. Кәне келген мәселеңді айт. Менің әйелімнің... Болды, үндеме, мен бәрін көріп тұрмын. Не көріп тұрсыз? Сен оны қатты сүйесің-ау деймін. Сүйген соң әйелім етіп жүрген жоқпын ба? Сөзімді бөлме. Оның басқа біреуі бар шамасы. Ол сенен кеткелі жүр. Ол қандай адам соншама? Мені тастап кететіндей? Білгің келсе айтайын, бірақ ол оңай шаруа емес. Уайымдамаңыз, қалағаныңызды аласыз. Айтыңыз кәне. Бойы ұзыннан келген, бай бақуат, қара торы, көзі домалақ бақырайған, сенің айналаңда жүрген адамдардың бірі. Қаласаң әйеліңді өзіңе қайтаратын менде қасиетті тұмар бар. Оны алсаң әйелің сенен кете алмайды. Рас па? Мүмкін есік сыртындағы әйелімді де көріп тұрған боларсыз. Не? Иә, бірнеше күн бұрын сізге көмек сұрап келген әйелімді де ала келдім. Сіздің сипаттамаңыз бойынша өз сіңілісінен күдіктенген, сізге сенген ақмақ әйелімді де ерте келдім. Сіз кімді ақмақ санап тұрсыз? Ал Айдана, мына кісі сипаттағандай көңілдесің бар ма? Мүмкін сенде мына кісі сипаттаған ер адаммен кездесіп жүрген боларсың. Жаным, мен әлі де өз сіңіліңнен менен күдіктеніп тұрсың ба? Жоқ, үндеме. Үйге барған соң сөйлесеміз. Ал сіздің жұмысыңыз заңды ма? Рұқсат қағаз, лицензия, сертификат бар ма? Інім, бір аяғыңыз жерде, бір аяғыңыз көрде жүрген адам екенсіз. Алладан қорықпайсыз ба? Адамдарды тура жолдан адастырмаңыз. Алладан қорқыңыз.
бір Алланың жолына салдым. Айтпақшы, мына ақша сізге садақа, бір керегіңізді аларсыз. Жұбайлар көлікке отырып үйлеріне қайтты. Айдана өз ісіне ұялып, басы төмен салбырап үнсіз қалды. Бұрындары саған сенгендіктен ешбір сұрақ қоймаушы едім. Енді әрбір басқан қадамың үшін маған есеп бересің. Сеніміме сызат түсірдің. Енді саған сенбегендіктен сұрақтың астына алатын боламын. Бүгіннен бастап Салимамен араласушы болма. Ондай іші тар, сені адастыратын құрбыларың болғанын қаламаймын. Күмән адамның қас жауы. Күмәндансаң болжам жасап, балгерге жүгінгенше тікелей өзімнен сұра. Ұқтың ба? Үйге барып, сіңіліңе болған жайттың бәрін айтып, кешірім сұрайсың. Түсіндің бе? Түсіндім. Айдана бәрін Ерболат айтқандай орындады. Алия әпкесіне өкпелеп, жылап үйінен кетіп, 2 айдай әпкесінің үйіне аяқ баспады. Қоңырауына да жауап бермеді. Бұл жағдайды естіп, ауылдағы аналары араға түсіп, екеуін қайта татуластырды. Уақыт өте келе, Ерболаттың да өкпесі тарай бастады. Бұрындары сұрақ қоймайды деп ренжісе, енді сұрақ қоя бергені үшін кейде ренжіп қалады. Балгердің кесірінен бал өмірінің ойраны шығуына шақ қалып, жолдасының ақылдылығы мен шынайы сезімнің арқасында айрандай ұйыған отбасының қаймағы бұзылмай, шайқалмай аман қалды. Балгерге емес, өз ақылымызға сенейік, ағайын.